дәмі сочный болып шығатын диеталық манты. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта көптеген рецепттер шығады. Өте ерекше манты жасайтын боламыз. Бұл мантының ерекшелігі қамырының құрамында укроп, салмасында тауықтың төс еті бар. Рецептін описание бөліміне қалдырып өтемін. Ең алдымен пиязымызды жуып, кубиктап тураймыз. Одан кейін тауықтың төс етін жуып, мұны да кубиктап тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне дәмдеуіштер қосамыз. Бір ас қасық шашлычный приправа, бір ас қасық черный перец, 1,5 чайна ложка ас үй тұзы және де жарты чайна ложка китайский тұз. 7 ас қасық пісе майымызды қосып, қолымызбен жақсылап мұжып араластырамыз. Келесі кезекте қамырын дайындаймыз. Қамырына укропты жуып, ұсақтап тураймыз. Суымыз ыстықтау болуы қажет. Ыстық судың үстіне 1,5 чайна ложка ас үй тұзы және де жаңағы ұсақталған укропымызды салып араластырамыз. Массамызды ұнның үстіне құйып, 5-10 минут көлемінде жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың соңына қарай 2 столовый ложка сұйық май құямыз. Демалған қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямыз. Қатты жұқа болып кетпесін, себебі қамырларымыз жыртылып кетуі мүмкін. Жайылған қамырымызды 4 бұрыш формада кесеміз. Қамырдың ішіне начинкасын салып, әдемі етіп түйіп шығамыз. Мантоваркаға сұйық майды жағып, бүгілген мантыларымызды орналастырамыз. Манты 40-45 минут көлемінде парда тұруы қажет. Достар, мінекей біздегі манты пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.